Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үйде өсірілетін горшоктағы гүлдерді қалай отырғызу жолдарын және де күтімін, қандай топырақ таңдаймыз, қандай тыңайтқыштар таңдаймыз, соларды айтатын боламын. Осы гүлдерді осы видеода қалай отырғызу жолдарын көрсеткен болатынмын. Сіздер де көріңіздер. Видеоны және де соңына дейін қараңыздар. Осы шифлера гүлін, фикус бенджаминнің екі түрін және де китайский розаны қалай күтіп, қалай өсіретін жолдарын айтамын. Ал енді достар, осы гүлдердің қыс мезгілінде және жаз мезгілінде аптасына неше рет су құятынын айтайын. Жаз мезгілінде фикус бенджамин гүліне кем дегенде аптасына 3 рет су құю қажет. Бұл тал болып өсетін гүл болғандықтан суды көп қалайды. Ал қыс мезгілінде аптасына 1 рет немесе 2 рет құйған дұрыс. Және де аптасына 3 реттен осылай жылы сумен болмаса ішіне тыңайтқыш қосып, осылай су шашып тұрса, гүлдеріңіз өте әдемі өседі. Бұл гүлдер, фикус бенджамин гүлдері су шашқанды ұнатады. Осылай жапырақтарына күнделікті аптасына 2 рет немесе 3 рет осылай су шашып тұрсаңыздар, гүлдеріңіз әдемі жайқалып өседі. Ал китайский розаға қыс мезгілінде кем дегенде 2 рет немесе 3 рет су құю керек. Өйткені бұл китайский розаның тамырлары өте майда болып келеді. Негізінде тамырлары өте майда болып келетін гүлдерге суды көп мөлшерде құйған дұрыс. Осы шифлера гүліне және де осы фикус бенджамин екінші түріне де дәл сондай жағдайда су құйып тұру керек. Мен гүлге көбінесе теравита топырағын пайдаланамын. Ол теравита топырағы барлық гүлге сәйкестендірілген, өйткені ішінде құрамында барлық құрамдары бар. Сондықтан осы теравита деген топырақты пайдалансаңыздар болады. Ал достар, енді горшокты қалай таңдаймыз? Горшокты неғұрлым осындай кашпо горшоктарды таңдаған дұрыс. Астында су құйған кезде осы ақ горшокқа ағып кететін болады. Сондықтан осындай асты үлкен тесігі бар горшоктарды таңдаған дұрыс. Немесе астында горшоктың тесіктері аз болған жағдайда қолдан келгенше өздеріңіз тесіп алсаңыздар болады. Неғұрлым горшоктың астында тесігі көп болған дұрыс. Осындай горшокты мен таңдап алдым. Бұл горшок өте үлкен көлемде. Енді осы горшоктарға мен осы фикус бенджамин гүлін егетін болам. Яғни тал болып өсіп тұрған фикус бенджамин осы үлкен горшоктарға егетін боламын. Екеуден осы горшокқа егемін. Қазір сіздерге осы видеода көрсететін болам. Осы кіттай горшоктарға фикус бенджаминнің кішкендей ғана өсірілген гүлін егетін боламын. Және де роза гүлі бар. Менде роза гүлден 4 түпті роза гүл бар. Яғни 4 отростка өсірілген. Сол 4 отросканы бір горшокқа, осында үлкен бір горшокқа егетін боламын. Қазір видеода көрсетіледі. Осы видеода міне бенджаминнің бір түрін егемін. Осы бір горшокта өсіріп қойғамын. Бұл да менде отростка болған, өте үлкен болып өсті. Кем дегенде 6 айдың ішінде үлкен болып өсіп шықты. Бұл гүлдер еккеннен кейін стресс алуы мүмкін, жапырақ тастайды. Сондықтан ешқандай да қорықпаңыздар. Ол горшоктан горшокқа алмастырылғаннан кейін және де топырағын алмастырғаннан кейін осылай 2-3-ден кем дегенде 5 жапырақ тастайтын болады. Оған ешқандай уайымдамаңыздар. Ол стресске түсіп қалған деген сөз. Өткені бөлек горшокқа отырғызғаннан кейін жапырақтарын тастайтын болады. Осылай мен әрқайсысын бірінші алдыңғы топырақтарынан ажыратып алдым. Көп топырақты ажыратып алмаймыз. Осы жапырағы тамыры қалғанға дейін осылай қалдыратын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Енді осы горшоктың астына мен осындай көбінесе тастарды қолданып жатады. Мен осындай үлпілдек пластмасс сияқты осындай затты пайдаландым. Осылай салып шығамыз барлығын астына. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар сіздерде. Енді осыған ең астыңғы бөлігіне топырақ саламыз.
бір қатардай болатын топырағымызды саламыз. Одан кейін осы гүлімізді егеміз. Гүлге топырақты салған кезде осы горшокты сілкіп отырыңыздар, яғни гүлдің тамырларына топырақ баруы қажет. Гүлдің тамырларын қатты нығыздап үстіне топырақ салуға болмайды. Әр топырақ салған сайын горшокты сілкіп сөйтіп отырыңыздар. Сол кезде тамырлардың арасына осы жаңадан салынған топырақ баратын болады. Мінекей топырақтың іші осындай әдемі, ішінде барлық қоспалары бар. Сондықтан дәл осындай топырақты пайдалансаңыздар, бүкіл гүлге осы топырақтар кететін болады. Осы Қазақстанда өсірілетін гүлдер, саз топыраққа өсірілетін гүлдердің барлығы осы топырақта өсірсеңіздер, өте керемет болып өседі. Енді бірінші қатарға біз топырағымызды салып алдық. Енді осы гүлдерді екі гүлді мен бір қатар егетін боламын. Осылай, одан кейін топырағын салып отырамын. Топырақ салған сайын осы горшокты сілкіп отыруды ұмытпаңыздар. Сол кезде осы тамырлардың арасына топырақтар баратын болады. Осы тал гүлді мен жапырақтары, яғни биік болып өсіп кеткендіктен екеуін қосып ектім. Өте үлкен көлемді болып өсу үшін осылай жасадым. Енді осыларға осылай жасап болғаннан кейін ақ горшокты кигізіп қоямын. Одан кейін кем дегенде жарты сағат өткеннен кейін су құятын боламын. Енді екі тал гүлімізді ектік. Осы талдарымыз ек жақтап тұрмау үшін осы жерге біз лейкопластырмен болмаса изолентпен осылай жабыстырып қоятын боламыз қазір. Осылай әдемі, көлемді гүл болып шықты. Енді жарты сағат көлем өткеннен кейін үстіне су құямыз. Енді фикус бенджамин деген екінші түр гүлді егетін боламыз. Оны да горшогынан осылай ажыратып алып, дәл жаңағыдай қылып егеміз. Барлық топырақтарын алып тастамаңыздар. Астыңғы бөлігіндегі топырақты, тамырда тұрған топырақты алмаңыздар. Қалған жан жақтағы топырағын алсаңыздар болады. Барлық топырақтан тамырларды ажырап тастасаңыздар, тамырлары стресс алып қалады. Кейін өспей қалуы да мүмкін. Сондықтан барлық топырақтарын алып тастамай, шамалы ғана тамырында топырақ қалуы қажет. Кейін осы новыйдан салынған топырақты салған кезде астына барып тұратындай қылып салыңыздар. Ол үшін горшокты сілкіп отыру керек. Сол кезде осы арасындағы тамырларға жаңадан салынған топырақтар баруы қажет. Дәл осындай горшокты таңдаймыз бұл гүлге де. Екі гүлді осы горшокқа егеміз. Жаңағыдай топырағын саламыз. Осында астына осында құралды саламыз. Бұны атын ұмыт қалып тұрмын. Мен негізінде осындай пайдаланамын. Сол кезде горшоктарыңыз ауыр болмайды. Ал егер тас пайдаланады көбінесе, ол тастан бұл горшок ауыр болып кетеді. Сондықтан осындай не пайдалансаңыздар ешқандай зияны жоқ. Тек астында су барып тұрса болды. Сондықтан осылай пайдаландым. Астына бірінші қатарға топырақ саламыз. Одан кейін гүлді салатын боламыз. Үстіне топырақты салып, жаңағыдай горшокты сілкіп отырып, топырақ салып отырамыз. Одан кейін жарты сағат өткеннен кейін суды құйып, одан кейін жапырақтарына су шашамыз.
Ал енді китайский роза гүлін егетін боламыз. Бұл китайский роза менде отросткі болған түгін дәл осылай үлкен болып өсіп шықты. Енді осы 4 түпті китайский роза гүлін егеміз. Осы 4 түпті китайский роза гүлін бір үлкен горшокқа егеміз. 4-еуінде бір горшокқа егеміз. Дәл жаңағыдай ғып горшоктың астына жаңағыдай ақ затымызды салып, одан кейін бір қатарына топырағын салып, одан кейін осы 4 түпті китайский роза гүлін саламыз. Бұл роза гүл суды өте көп қалайды, өйткені бұл роза гүлдің тамырлары өте майда. Майда тамыры бар гүлдер суды көп ішкенді қалайды. Сондықтан суды көп берсеңіздер, бұл китайский роза үлкен болып, гүл ашып, әдемі болып өседі. Осы горшогымызға дәл жаңағыдай егіп шығамыз. Тыңайтқышта пайдаланамыз. Мен көбінесе эпин деген тыңайтқышты пайдаланамын. Ол тыңайтқышты горшокқа гүлді егіп болғаннан кейін бірден пайдалануға болмайды. Любой тыңайтқышты кем дегенде гүлді отырғызғаннан кейін бір апта немесе 2 аптадан кейін барып, толық стресстен гүл шыққаннан кейін барып, сол тыңайтқышты беруіміз қажет. Жаз мезгілінде көп тыңайтқыш берудің қажет жоқ. Көбінесе қыс мезгілінде берген дұрыс. Осылай 4-еуінде осы горшокқа егіп шығамыз. Мінекей достар, менің гүлдерім дәл осылай болып әдемі аппақ горшокқа ектім. Фикус бенджамин, шефлера және де китайский роза гүлін ектім. Шефлера гүлі видеоға түспей қапты, оны дәл жаңағыдай қылып егеміз. Міне 2 тал гүлімді осылай изолентпен бекітіп қойдым. Достар, сіздер де үй жағдайында гүл өсіріңіздер, үйдің көркін, әдемілігін ашып тұрады. Барлықтарыңызға рахмет, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға. Менің каналыма тіркеліп, менің видеоларымды күтіңіздер. Жақсы видеолар шығатын болады.